Days of the week. Апта күндері. There are 7 days in a week. Аптасында 7 күн бар. Sunday, жексенбі. Monday, дүйсенбі. Tuesday, сейсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Thursday, бейсенбі. Friday, жұма. Saturday, сенбі. The first day of the week is Sunday. Аптаның бірінші күні жексенбі болып саналады. The last day of the week is Saturday. Аптаның соңғы күні сенбі саналады. Seasons, жыл мезгілдері. Winter, Spring, Summer, Autumn. The months, aylar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Winter months are қыс айлары. December, January, February. Spring months are көктем айлары. March, April, May. Summer months are жаз айлары. June, July, August. Autumn months are күз айлары. September, October, November. What date is it today? Бүгін қай күн? Date, күні. Today, бүгін. Today is Tuesday, the 2nd of December. Бүгін бейсенбі, 2-ші желтоқсан, немесе желтоқсанның 2-сі. Күндерді айту үшін реттік сан есімдер қолданылады. The 2nd, 2-ші. The 2nd реттік сан есімнен кейін of шылауы қолданылады. Қай айға тәуелді екенін көрсетіп тұрады. Қай айдың желтоқсанның 2-сі. Yesterday was Wednesday, the 1st of December. Кеше сәрсенбі болды, 1-ші желтоқсан. Реттік сан есім 1-ші, the 1st. Tomorrow is Friday, the 3rd of December. Ертең жұма, желтоқсанның 3-ші. Реттік сан есім the 3rd, 3-ші. Let's practice. Тамыздың 15-сі. The 15th of August. Қазанның 18-і. The 18th of October. Күндердің оқылуы мен жазылуы. Жылдарды атағанда есептік сан есімдер қолданылады. Жылды оқыған кезде сандар 2-2-ден айтылады. 1965 жылы. In 1965. 1815 жылы. In 1815. 1707 жылы. 2 түрлі оқылады. In 1707. In 1707. Жылды білдіру үшін жыл деген сөз қолданылуы мүмкін. 1917 жылы. In the year of 1917. Нақты бір күнді атаған жағдайда 10 шылауы қолданылады. 16 қарашада
On November 16 немесе on the 16th of November. Уақытты білдіру. What time is it? Сағат қанша болды? Let's learn. Minute. Минут. A quarter. 15 минут. Half. Жарты сағат. 30 минут. What time is it? Сағат неше сұрағына it is немесе қысқартылған түрде it's деген жауап беріледі. It's 12 o'clock. Сағат 12 болды. It's 3 o'clock. Сағат 3 болды. O'clock сөзі нақты сағаттық уақытты білдіреді. Quarter, 4-тен 1 бөлігі 15 минутты білдіреді. Белгісіз артикль e арқылы қолданылады. Ал half сөзі жарты, 2-ден 1 бөлігін білдіреді, 30 минут артикльсіз қолданылады. Мысалы, it's a quarter past 7, 7-ден 15 кетті. It's a quarter to 8, 8-ге 15 қалды. It's half past 7, 7:30. Ресми хабарлама мен құжаттарда уақытты сағатпен білдіру үшін at сөзі қолданылады. Және түскі 12-ге дейінгі күндізгі уақытты айтуға AM antemeridium, ал түскі 12-ден кейін PM postmeridium сөздері қолданылады. Мысалы, 10:25 күндізгі уақыт at 25 minutes past 10 AM. 10:25 кешкі уақыт at 25 minutes PM. Ауызша сөйлеу барысында AM және PM орнына келесі мезгіл пысықтауыштары қолданылады. In the morning, таңертең. In the afternoon, түстен кейін. In the evening, кешкісін. At night, түнде. Толық сағаттан кейінгі минуттар. Сағат циферблаты 2 бөлікке бөлінеді. Кетті немесе қалды. Кетті, ағылшынша past. Мысалы, сағат 12, it's 12 o'clock. O'clock сөзі қолданылады. 12-ден 5 кетті, it's 5 minutes past 12. 12-ден 10 кетті, it's 10 minutes past 12. 12-ден 15 кетті, it's a quarter past 12. 12:30. It's half past 12. Толық сағатқа дейінгі минуттар. Сол жақ қалды, to шылауы қолданылады. Мысалы, 1-ге 25 қалды. It's 25 minutes to 1. 1-ге 15 қалды. It's a quarter to 1. 1-ге 5 минут қалды. It's 25 minutes to 1.